Insonlarning qo'l minnatlarini yengillashtiruv, өндіріске жаңа инновациялық технологияларды енгізу заманауи тұрмысымыздың ажыралмас бөлігіне айланып бармақта. Біз бүгін рубрикамыз арқылы осы бағдарда сөз етеміз. Бүгінгі қаһарманымыз Тұрымбетов Бақыт. Бақыт, қазіргі уақытта сіз қандай техникалық ісленме үстінде істеп жатырсыз? Мен қазіргі уақытта Arduino Uno жәрдемінде жер астындағы температураның анықтайтын құрылма істеп шықтым. Бұл құрылманы істеп мақсаты осы Қарақалпақстан аймағында су машиналары шешу мақсат есептелінеді. Бұл құрылманы істеп шығуда біздерде Arduino Uno датчик температурасы hamda резистор пайдаландым. Біз порт арқылы компьютерде программа оқимыз. Бұған Python тілінде программа жаздым. Осы құрылма жәрдемінде судың температурасын өлшеп көрсетсем. Датчик плюс 125 градустан минус 55 градусқа шыққан температура анықтап бере алады. Міне құрылманы суға салдық. Енді программа жәрдемінде бұны көрсетіп өтсем. Міне көріп тұрғаныңыздай судың температурасын анықтап тұрды бұл. Бұл датчик сонымен бір қатарда сулардың емес hamda сұйықтықтардың температурасын анықтап бере алады. Мысалы, нефтлердің, немесе жер астындағы лай су бола ма, қандай су болмасын, солардың бәрін анықтап бере алады температураны. Осы техникалық ісленмеңіз әмелиятқа енгізілсе, қандай нәтиже береді? Осы техникалық ісленме әмелиятқа енгізілсе, біздердің Қарақалпақстан аймағында судың жарамы, жарамсыз екенін анықтасақ болады. Яғни айрым жерлерде тұзды су, шор сулар болады. Соларды рақым ішуге пайдалы екенін анықтасақ болады. Яғни химикалық элементлерді анықтасақ болады. Бір сөзбен айтқанда, ғалымдарымыз, немесе іздетушілеріміз үшін үлкен нәтиже береді. Демек, сөзіңізге қарағанда, сіз істеп шыққан құрылманың нәтижесінде жер астындағы сулардың қанша мұғдарда тереңлігін, жарамлы ямаса жарамсызлығын, ямаса тұздылық мұғдарын біліп алуға болады екен. Осы құрылма бойынша сіз қазіргі уақытта кімлерменен жұмыс алып барып жатырсыз? Яғни, ұстазларыңыз хақында айтып берсеңіз. Осы құрылманы істеуде маған ілми басшым Сетназаров Қуаныш аға жәрдемдесті. Hamda ұстазым болып есептелген Айзбек Кадыров жәрдемдесті. Сондай-ақ қазірде Кореядан келген волонтерларменен осы Arduino Uno жәрдемінде көп ісленмелер алып бара жатырмыз. Сондай-ақ қазіргі уақытта біздерде Қоба Кореядан 10 алғандай студент жастар келді. Сол студент жастарымызбенен біздер тәжірибе алмасып жатырмыз. Олармен бір қатар осы Arduino жәрдемінде жұмыстар алып бара жатырмыз. Бұнан тысқары және қандай жойбарлар үстінде жұмыс алып барып жатырсыз? Мен веб-сайтпен шұғылданатпын. Осы Қарақалпақстан аймағында, яғни Нүкіс қаласындағы ресторанның біреуінде веб-сайт жараттым. Бұл веб-сайттың жарату мақсаты бұл жерде үйіңізде отырып, сіз ресторан хақында мағлұмат алуыңыз мүмкін. Хам оның менюларын көруіңіз мүмкін, hamda өзіңізге стол бұйыртпа беруіңіз мүмкін. Осы сайт арқылы біздер ауқаттану орындағы тағайындалып отырған ауқаттар, салаттардың бір тізімін көріп шығуымыз мүмкін. Сондай-ақ біздер осы веб-сайт арқылы осы ресторанымыздағы адамдармен байланысуымыз мүмкін. Осы веб-сайтымызда осы ресторандағы қызметкерлер хақымызда мағлұматтар алуымыз мүмкін. Осы орында жетістіктеріңіз хақында айтып берсеңіз. Жетістіктерім хақында атап өтсем, осы жылдың басында біздер командалық олимпиадаға қатынасып, программалық тілінен екінші орында алдық. Және де кеше май айында инновацион идеяларды жарату бойынша Адалат демократиялық партиясы тарапынан шөкелестірілген инновациялық идеялар жарату бойынша өзімнің көргізбеммен қатынасып, шөкелестірілген көргізбеге өзімнің Ташкент ақпарат технология университет Нүкіс филиалының орайы веб-сайтымен қатынасып, сертификат алуға миясар болдым. Міне енді алдыдағы мақсатларым бұл екі құрылмаменен веб-сайт Ямаса суларды температурасын анықтайтын құрылмамен шектеліп қалмаймын. Инновацион идеяларды ойлап табуға харекет етемін. Рахмет Бақыт, мазмұнлы сәубетіңіз үшін. Алдағы оқуларыңызда табыстар тілейміз. Технологиялар рауажланған сайын ізденулер де артады. Бұл болса өз кезегінде жаңадан жаңа ізденбелердің пайда болуына түрткі болады.